Бүгін біздер Ұлы Отан соғысының жеңісіне 80 жыл толу мерейтойына байланысты өткізілген әскери шеруге қатысқан біздің 54-ші гвардиялық артиллериялық бригадасының жеке құрамын қарсы алудамыз. Біз өте қуаныштымыз. Жеке құрам қойылған тапсырманы үлкен абыроймен атқарып, жеңіспен оралуда. Бүкіл гвардейск гарнизон жеке құрамы, әскери бөлімдері қазіргі таңда қарсы алудамыз. Өте қуаныштымыз. Сіздерді ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған шеруге қатысып, абыроймен оралғандарыңызбен құттықтаймын. Ұлы Отан соғысына арналған Астанада өткен әскери парадқа қатысып келдік. Гвардейск гарнизонының артиллериялық бригадасының атынан осылай бізге үлкен мемлекеттік әскери парадқа қатысу үлкен мәртебе, мақтаныш, абырой. Осылай әскери парадқа қатысуымыз қарулы күштеріне көп рахметімізді айтамыз. Біріншіден біз бұлай әскери парадқа қатысу алдында әскери бөлімімізде дайындық жасадық, және Астана қаласында 1,5 айдай дайындық өтті. Сол жақтан барлық дайындықтардан жақсы өтіп, кешегі өткен әскери парадты өте жақсы деңгейде атқарып өттік. Парад кезінде әскери шерудің тарихи кезеңін сомдадық. Өзімізге атқарылған міндетті абыроймен, мақтанышпен жақсы атқарып, осы әскери бөлімімізге келіп отырмыз. Алау боп лауладық, ел болдық бар әлемнің.